Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге жұмсақ, дәмді болып шығатын пончиктардың рецептісін ұсынамын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын, соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысқа жылы сүтімізді құямыз, шым-шым тұз саламыз, қант, ерітілген сары май, жұмыртқа, ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз. Он қосып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Бетін жауып, шамамен 1,5 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Менде қамыр өте жақсы көтерілді, шамамен 1,5 сағаттай жылы жерде тұрды. Видеода көрсетілгендей етіп жайып, осындай домалақ пішінмен немесе бұндай пішін жоқ болса, стаканмен кесулеріңізге де болады. Кесіп алғаннан кейін 15 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Осылай көтеріледі. Онан соң мен насатканың басымен осылай ортасынан дөңгелекше жасап алдым. Қызып тұрған майда орташа отта шамамен 2 беті қызарғанша толықтай пісіріп аламыз. Шоколадты ганаш дайындаймыз. Менде осындай ақ және қара шоколад. Аздап сары май салып, микроволновкада немесе су моншасында ерітіп аламыз. Ақ шоколадқа осындай кондитерлік бояу қосып, қызартып алдым. Сосын оған біздің пончиктарымызды осылай аунатып аламыз. Бетін өз қалауларыңыз бойынша кондитерлік посыпкамен немесе жаңғақты үгітіп әсемдесеңіздер де болады. Біздің пончиктарымыз дайын. Дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған балзия ас болсын.